және болат өндірісі деген тақырып. Шойын дегеніміз және болат дегеніміздің екенін түсінеді. Мына суретте көрсетілген темір. Темір білеміз ғой? Яғни барлық нәрселер бізде темірден жасалады, иә? Біздегі түсі ақ жылтыр металл болып табылады, яғни Менделеев кестесінде осы темір деген ең көп таралған элементтердің бірі. 26-шы номерді алып отыр екен. Несі цифры белгілеуі мына жерде көрсетілген. Яғни осы адамдардың барлығында білесіздер, денсаулығына да байланысты темір бар, иә? Мынандай басқа темірлерден бөлек, құрылыс материалдарынан бөлек адамда темір элементі де бар екен. Яғни 3,5-4 граммдай темір элементі болады екен адамдарда. Мына жерде көрсетілген диаграмма темірдің осы әлемдегі тарауы. Яғни мына шығыс Европада 28%, Азияда неше? 17%, оңтүстік Америкадан, солтүстік Америкадан, батыс Еуропада 5, ал Австралияда 5. Түсіндік қой, иә? Енді бізде болат. Болат деген осы темірдің басқа көміртекпен және басқа элементтермен қосындысы. Яғни осы темірді балқытып, осындай бізде Қазақстанда болат жасайтын металлургия бар, Қарағанды қаласында. Осы жерде бізде мысалы пышақтар болсын, жаңағына суретте көрсетілген сияқты құрылыс материалдарын жасап осы жерде шығарады. Яғни темірді балқытып, оны жаңағы осындай дүниелер бізге әкеледі екен. Болаттың екі түрі бар. Бізде құрылыстық болат және аспаптық болат деп екіге бөлінеді. Құрылыстық болат қандай? Машина, машинаның бөлшектері, яғни машина құрастырамыз ғой біздер. Солардың барлығы да осы құрылыстық болаттарда. Және вагондар, пойыздарды жасаудан, кемелерді жасаудан осы құрылыстық болат қолданылады екен. Ал аспаптық болат яғни химия өнеркәсібінде әскери техникалар, мысалы танкі болсын, тағы не бар, қару-жарақ, сондай нәрселерде аспаптық болат қолданылады. Және жаңағы штамп аспаптары. Қандай ол штамп аспаптары? Гитара, солардың барлығында осы аспаптық болат, яғни өзі аты айтып тұр, аспаптық, иә? Сондай қолданылады екен. Келесі бізде шойын. Мына суретте міне шойынның несі көрсетілген, суреті көрсетілген. Яғни ана жоғарысындағы сурет сияқты қылып, осында шойынды, ірі шойындарды балқытып, езіп, біздерге мысалы тамақ істейтін жаңа сковородкаларымыз бар, қазандарымыз бар, соның барлығын шойыннан жасап, бізге жібереді. Яғни мына батареялар жылу беретін, сосын не бар мына жерде? Яғни неде қолданылатын, спортта қолданылатын ауыр атлетикалардың несі бар ғой, солардың барлығында шойыннан жасап, осылай қолданысқа жібереді екен. Ал бізде шойынның неше түрі бар? 4 түрі бар, иә? Ақ шойын, сұр шойын, солғар шойын, белгілі шойын. Аха, иә. Түсіндік қой, иә, тақырыпты? Шойын және болат. Шойын дегеніміз не екен? Жақсы құйылатын қасиеті бар. Мына жерде көрсеткен ақ шойын, сұр шойын, соғылатын беріктігі жоғары шойын дейді. Яғни соғылатын дегеніміз соғып, оны жасайтын сондай жаңағы ақ шойын, сұр шойын деп отырғанымыз олардың түстері. Мысалы, мынандай ақ шойын болады екенбіз, сұр шойын болады екенбіз, олардан мысалы балқытып, ертіп, жаңа бізге құрылыс материалдарын жібереді. Так, енді түсінсек тапсырма орында мына жерде мына дұрысын белгілейміз. Бірінші құрылыстық болады, мана айттық қой. Бірінші машина жасау, сосын әскери техникалар. Аспаптық болады. Дұрыс. Бұда 6 балл беріледі. 6 баллдың 6-ауды көрсеткен.
Так, bize kelesi topshirmamiz. Najja, buni topshirmada bir 4 to'p bormiz qo'y. So'ning bir to'pga 2 suratdan beriladi, 2 yoshli ochamiz, sol surat ichidagi suratlarga javob beramiz. Tak, birinchi to'pdan boshlaymiz va 4-chi to'pdan boshlaymiz. Birinchi bir yoshli tashib, so'sin barini aylab keyin ikkinchi yoshli tashib qo'yamiz. Qaysi yoshlikda? 2. Aha. Türkiye bölgesi. Yani asıl. Aha. Tak, bir yaşımız gitti. Kelesi, ikinci top. 5. Temir qanday metal? Qara sarı aralас түс. Qara sarı aralас түс. Durs emas. Aq жылтыр түсті болады темір. Mana aytib qo'y. Kelesi 3-chi top. 7. Bo'ladi unda qaraganda. Aha. 4-chi top. 3. Sho'yin deganimiz ne? Tang aytib ketdik sho'yin deganimiz ne? O da yeritib, Tak, shaxsi qiyovatning qasiyati bor elementlar qo'rqpasi bir-biridan balanstirib, bir-biridan harakatlantirib, vaqtdan ketadi 6 sekund. Durust. Tak, kelesi bir top. 6. Bo'ladi deganimiz. Temirda Dedemiz. Qaysi? Aha. Tak, ikkinchi top. 8. Tak, yirik odamning organizmida qancha gram temir bor? 3.5. Mana aytdim ya uni. Tak, 3-chi top. 1. Temir Mendeleyev kestesinde atomlik nomeri necha? 26. Tak, 4-chi toppa 5. Жаңағы дұрыс емес жауап берген яшқа ашып қалады. 4-та общий стик. Korpusda Polat'a жатады. Молодец, людей мне. Поддержка принят. Так, интересно. Сындық қоя, Polat'ın şoyunu. Tak, 3-cü tapsırma ne onda? Bunun içinde tapsırma var. Әр топқа bir сұрақтан аласыңдар, сол сұраққа топ бойынша іздеп табасыңдар. Сосын мен мына жерде нені дөңгелекті айналдырам. Сол топтағы бір студент, сол жерде аты түскен студент жауап береді. Түсінді ба? Кел онда бірінші топтан бастайық. Араластырып жүріп. Екінші топқа. Uaqt verilib, ketib javobni topib izlab. Tak, vaqtni ko'rinadi, bitta vaqt.
Ya 3 minut vaqtlarimiz qoldi. 3 minut vaqtlarimiz qoldi. Bana ismi çok fazla kolay kullanılan Bulat benim şoyum var. Şoyum var. Tak bana aytdım o kuruluş saatleri diye. Bulat'ta ikiye bölüneni de verdim be. Жаңағы Bulat мысалы bana айтқан пышақ тағы не бар сондай нәрселерде қолданамыз. Ал шойында жуу беретін bir minut. Vaqtdan ikinci vardır. Vaqt bitti. Sayı toplamak. Birinci, ikinci topla. Ko'rik. Botar. Adam Bulat şoyunu öldürse adam ömrüne қажет бе бұл туралы айтып өтсеңіздер. Адам ömrüne қажет себебі шойын кенженің ұрымны тілдеріндегі балқыту арқылы алынады. Болат көміртекті жандандырады, оксидке айналдырады. Болат құрылыс аспаптар қатарында шойын жылу беретін заттар, жалпы тұрмыстық заттарға қажет. Яғни адам өміріне қажетті.
Бізде мысалға жаңағы оларды қолданбасақ қалай өмір сүреміз, иә? Уже оларға үйреніп қалғанбыз, қолданып қалғанбыз. Мысалы қасықпен, пышақпен тиіспесе қалай болады? Қасықпен тамақ жемесең, сол сияқты. Так, бірінші топ па? Иә. Осылай келмеді. Бірінші топ көреміз. Так, қарлығаш. Бізге берілген сұрақ болат өндірісі туралы не айтасыз? Болат өндірісі Қарағанды қаласында орналасқан. Ол жерде екі цех бар. Олар Мартин және Конвертин цехтары. Мартин цехында ең алғашқы балқыту 1964 жылы 10 қаңтарда шығарылды. Болат жалпы біздің өмірімізге керекті нәрселердің бірі. Олар арқылы сол Қарағанды қаласында болатты өндіру арқылы барлық Қазақстанды қамтамасыз етіп отыр. Олар біздің өміріміздегі маңызды заттар деп айтуға болады. Молодец. Так. Үшінші, наш жерде деген үшінші топ, төртінші топ қосылып кеткен. Сол үшін көрейік. Үшінші топты айнысыздар ма? Иә. Үшінші топта кімдер бар еді? Көрейік енді. Альбина, бұл төртінші топта емес па, да? Қайта бақсайыз. Бізге берілген сұрақ. Тұра тұр, Альбина. Үшінші топты көрейік. Қауқар. Бізге берілген сұрақ шойын туралы өз ойыңызды айтыңыз. Шойын дегеніміз адамдардың тұрмыстық өмірінде қолданылатын аспаптарға қосылатын темір мен көміртектің қоспасы. Шойын домна пештерінен алынады. Болды ма? Қосақ бар ма? Топтағы қосатын пештер бар ма? Бар. Шойынның 4 түрі бар. Олар соғылатын шойын, беріктігі жоғары шойын, ақ шойын және сұр шойын. Болды? Иә. Так, төртінші топ. Айназ. Бізге берілген сұрақ темірдің элементі туралы айтып беріңіз. Темір Менделеев кестесінде 4-ші периодтың 8-ші қосымшасында орналасқан. Ересек адамдардың бойында темір 3,5 немесе 4 граммды құрайды. Темірді еріткен кезде оны суытып, басқа құймаларға құйғанда ол өзгереді. Сосын темір жоқ жер бетін алюминийден кейін ең кең таралған, жер бетін ең кең таралған. Темір металл болып келеді. Темірдің тығыздығы 7,185, ал оның атомдық массасы 55,188 грамм. Біздер жақсы жауап берген 4-ші топ сияқты. Толық жауаптар. Молодец. Так, келесі тапсырма ондай онда. Бізде келесі тапсырма топтық жұмыс. Яғни білесіздер, да? Постер. Топтық жұмыс. Алдыңызды постер бар ғой. Так, постердің ережесін білеміз ғой? Сөз көп болмау керек. 2 адам шығып қорғайды. Сіздің бар. Тақырып айнамыз. Сендеріміз бар ма? Так, қазір көреміз. Не, тақырыптар.
Бірінші топ шойын, екінші топ болат, үшінші топ шойынның адам өміріндегі маңызы, төртінші топ болаттың адам өміріндегі маңызы. Кірсеміз, 10 минут уақыт. Шойын жақсы қойылатын қасиеттері көмірмен көміртектің қоспасы, қоспа құрамында көміртектен басқа марганец, күкірт, фосфор, кремний болады. Шойын құрамында 2,16%-дан 3,16% көміртегі, 5% кремний, 2% марганец болады. Шойын біздің заманымыздан 6 ғасырларда пайда болды, ал 14 ғасырдан бастап 14 батыс Еуропада шойынды дамна пештерінен өндіре бастады. Шойын дамна пештерінен алынады. Дамна пештерінің биіктігі 25-30 метрді құрайды, ал екі диаметрі 6 метрді құрайды. Және де олардың іші отқа төзімді белет тастардан құралады. Сонымен қатар шойын бұл бізде оксид болғандықтан ол көмірмен тотықсыздандырылады. Темір өз ішінде көмірмен тотықсыздандырылады, және де ол өз ішінде көмірді балқытып алады. Сонымен қатар шойынның құрамында көміртектен бөлек марганец, кремний, фосфор элементтері кездеседі. Сонымен қатар оны балқыту кезінде ірі шойындар алынады. Шойынның төрт түрі бар: ақ шойын, сұр шойын, солғат шойын және беріктігі жоғары шойын. Шойынның ішінде сұр шойын ең көп қолданылатын шойынға жатады. Ал соғылатын шойын бұл шойынның ақ шойыннан, шойынның құйдырмасынан күйдіріп алынады. Екінші топқа. Bir makinesi. Buraya ne yapıyorsun? Burasına kısa buldu. Kısadan kısa. Bizdecek. Kısadan kısa. Şundan üçüncü top, dördüncü top. Болат өндіру технологиясында байланысты қорытпа құрамынан көміртектен басқа марганец, күкірт, кремний, фосфор және тағы басқа элементтер қосылады. Бұл элементтердің негізгі болат өндірісінде көміртекті болат деп аталады. Көміртекті болат деп аталады. Жалпы болаттың сапасын арттыру үшін кремний, марганец, никель, хром, вольфрам және тағы басқа қосылады. Яғни болат жалпы қара металлургия саласында қолданылады және оларда машина жасауда, түрлі техникалар жасауда пайдаланылатын материал болып саналады. Қазіргі таңда болат көп өндірісте болып жатыр, адамдар қолданылады. Болаттың басты мақсаты бұл темір болып табылады. Қазіргі таңда Қарағанды техникасында бұл жақта екі пеш бар. Соның арқасында қазіргі таңда көптеген салада қолданылып жатыр. 20-шы ғасырдың екінші жартысында болат өндірісі қолданысқа енді, және қазіргі таңда 21-ші ғасырда көп қолданыста жүріп жатқан осы болат темір болып табылады. Dördüncü top var, üçüncü top var. İşaretler var. Gelin dördüncü top. Gelin. Solda. Bak, bana gitti. Bu қара металлургия өндірісінің негізгі орны қазіргі машина жасау өнеркәсібі құрылыста пайдаланылады. Материал көшені мемлекеттік техникалық экономика деңгейінде химиялық көміртек болаттың басты мақсаты ол
салада? Болаттың маңыздылығы болат машина жасау, машина құрылғылары тағы басқа сияқты заттарда қолданылады. Және де адам өміріндегі қарапайым маңыздылығы қарапайым заттарды мысалы қасық, пышақ жасауда қолданылады. Болды? Болатты балқытып металл болады. Және тағы қандай маңызы бар адам өмірінде? Техникалық заттар, машина. Мысалға машина болмаса, машина жасамаса қалай? Бұрында мысалға атпен жүрген, арбамен жүрген, ал қазір машина бар. Осының барлығы темір элементінен балқытып, оны ертіп, жаңағы болаттан, шойыннан біздерге машинаны бөлшектеп жасап беріп жатыр, Ал сол машина болмаса, қазіргі таңда өмір сүре аламыз ба? Машинасыз жүре аламыз ба? Машинасы, дөңгелектер, сол бәрі болаттан жасалынады. Яғни өмірдегі маңызы қандай? Ыдыс аяқ жоқ, машина жоқ, елестетіп қараңыздар. Адамның жалпы қазіргі таңдағы тіршіліктің барлығы темірге тікелей байланысты. Отырыңыз. Соңғы үшінші топ келіңіздер болды. Шойынның адам өміріндегі маңызы. Солай ма? Так, ана біреуін ал. Ананы былай жинап қой. Шойын жалпы ол темірлерден, кремнийлердің қоспасын қоспасы болып келеді. Шойын жалпы шойын ол адамның өмірінде өте маңызды рөл алады, себебі шойыннан өмірде қолданып жатқан барлық заттарды жасайды. Барлық аспаптарды да, осы сковородка, кастрюль дейтін заттарды да, және спорттық заттарды да жасайды. Мысалы ол заттар осындай парталарда барлығын қатырып ұстап тұрады, ал спорттық заттар адамның денсаулығына, сіңірзетке байланысты. Саған да гантель ма? Гантель дейміз ғой? Адам денсаулығына пайдалы, ал сковородка сондай өндіріс адам техникасына керекті заттар бізге тамақ пісіруге ас үйінде көмектеседі. Дальше Сковородка болмаса? адамда тамақ пісіреді ғой. Тамақ жоқ. Қалайсыз тамақты? Дайын тамақ бер. Дайын тамақ жасау үшін де сковородка керек. Маңызы осы? Жақсы. Сізді қоя шойын болат өндірсін. Енді бір-бірлеріңізді бағалайық. Рефлексия. Яғни бағдарша мәлім шартлау. Алдыдағы смайль қойдың. Сол смайль арқылы бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топты бағалайық. Бірінші топта қалай бағалайсыздар? Біреуін көрсетесіздер? Бірінші топ. Жақсы, өте жақсы. Екінші топта. Күшті. Молодец. Үшінші топ. Үшінші топ соңғысыздар. Вот нормально. Нормально. Төртінші топ. Тоже нормально, ба? Төртінші топтың сәл шикі болды. Мәліметтер аз, постерлері. Так, қорытындылар енді. Сонымен шойын дегеніміз не болды? Басқа да элементтердің қоспасы. Яғни сол арқылы бізде болат өндіріледі.
Qanday zavod bor bizda? Qarag'anda qalasida bizga o'shanday texnikalarni qamtamassiz etib o'tirgan o'shanday ulkan metallurgiyalik zavod bor ekan, sex bor. Tak, sho'yin degan ishi. Sho'yin shaxsiy foydalaniladi. Ya'ni issiqlarni, temir zotlarni teringga. Bizim bir kimlik temirden sor. Sho'yindan sor. Tushundiq qo'ya taqdim. Yaxshi. O'sha soatga so'tma. Ya. Hadi.